Сәлем YouTube көрермендері. Бүгін сіздермен қайнатылған құрт немесе май құрт дейміз. Жасалу жолдарымен бөліскім келіп отыр. Твор немесе сүзбе. Біздің сүзбеміз әзір. Қазір сол сүзбемізді ұйыған көксүтті дорбаға құйып, 2-3 күннен кейін сүзбе болып шығады. Міне соны құрт қайнатамыз сол сүзбеден. Қазанымызға жарты сармайды салдым. Енді үстіне жаңағы сүзбемізді салдым. 3 тәрілке. 1 ыдыста где-то 600 граммдай сүзбе болады. 2 килоға жетер-жетпес қана. Сүзбе жақсылап араластырамыз. Екінші жартысын тағы да салдым. 2 бөліп салдым мен. Міне түйіртпектері болмау керек. Жақсылап араластырамыз. Газымыздың отын тек аз шамалап жағып былғалап отырамыз. Қатты шығаруға болмайды. Где-то сағаттың үстінде, сағат жарымдай, 1 сағат 20 минут сондай уақытта әзір болады. Қайнатылған құрт. Міне былғаған сайын суы азайып, қоюлана бастайды. Қоюланғаннан кейін барып секерімізді саламыз. Тағы да жаңағыдай бір аяқпен песок салдым. Ол шамамен 600 граммдай болады. Міне песок салғаннан кейін де қайтадан сұйық болып, былғаған сайын қайта қоюлана бастайды. Сосын біздің құртымыз уже әзір болу жақын деген. Уже цветі келсе болды, уже май құртымыз әзір болады. Міне уже қызарды. Міне қазір бір аяқты алып, ішіне май жағып, осы қайнатқан құртымызды салып аламыз. Суығаннан кейін холодильникке салып қоюға болады. Міне қыздар, осы менің YouTube каналымнан қарап, май құрт жасап көріңіздер. Ұнаса, лайк басып, комментария жазып, түсінбеген болсаңдар сұраңыздар. Тума-туысқандарыңызға, достарыңызға таратуға болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.